Почему была запрещена свинина всегда на всем протяжении веков во всех религиях? Потому что мышечная ткань свинины абсолютно идентична мышечной ткани человека. Это очень важно. Поедание свинины – это форма каннибализма. Это очень важно. Все операции по пересадке сердца профессор Бернард, который делал в Йоханнесбурге, первый британский профессор, который делал пересадку сердца, он делал только на свиньях. И это все знают. Дальше. Свиное мясо, как с медициной доказано, у меня мама 30 лет преподавала в медицинской академии, была старшим преподавателем. Свиное мясо разрушает клеточную ткань печени. 100% доказано всей медициной. Оларға сендерді Алланың алдында ең жаман жазаға лайық болғандардың жай-күйінен хабардар етейін бе? Олар Алланың қарасына қалып, рахымынан мүлдем аласталған һәм қаһарына ұшырағандар. Алла олардың бір бөлігін маймылға, енді бір бөлігін шошқаға айналдырып, тағы біреулерін тағутқа құлдық ұратын бейшаралар етіп қойған. Міне, солардың алатын орны тым жаман. Олар түзу жолдан мүлдем тайғандар деп айтты. Араларыңнан қасиетті сенбі күні шектен шыққандарды әлбетте білесіңдер. Сонда біз оларға маймылға айналып қор болыңдар дедік. Біз бұл жазаны сол кездегілер мен кейінгілерге сабақ, әрі тақуаларға насихат болсын деп берген едік. Бұл аят сенбі күнгі Алланың тыйымын бұзған бұзық қауымға қатысты түскен. Алла оларды маймылдар мен шошқаларға айналдырып жібереді. Бүгінгі маймылдар мен шошқалар сол айналғандардың ұрпағы еместігі хадисте баяндалады. Алайда бұл оқиғаның хикметі мынада: сан мыңдаған жануарлардың ішінен адамға гендік тұрғыдан ең жақындары дәл осы маймыл мен шошқа болып табылады. Дәл осы екеуінің гені адамдыкіне 98-99% ұқсайды.